Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ханым десе де болады, немесе өзіміздің тілімізде ораманнан деп айтсақ болады. Осының керемет рецептісімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Кез келген ер адамның жүрегін жаулайтын, яғни асқазанын жаулайтын тағам десем болады. Ол үшін бізге керегін барлығын астына жазып кетемін. Ең бірінші біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін суға 2 дана жұмыртқаны құямыз, тұз саламыз, сұйық май құйып, барлығын бірге араластырамыз. Міне, осындай сұйық масса дайын болады. Кейін ұнды мен елегіштен өткізіп алғанмын. Сұйық массаны құйып, жақсылап қамыр елейміз. Ешқандай іртігі қалмау керек. Тығыз қамыр болып шығады. Қамырды шанышқымен немесе бірден қолмен елей беруге болады, ешқандай несі жоқ. Кейін шанышқыны алып тастап, осылай қолмен елейміз. Міне, осындай тығыз қамыр шығуы керек. Оны екіге бөліп, жақсылап илейміз. Июі қанғанша полиэтилен пакетіне салып қоямыз. Яғни жарты сағатқа қоямыз, илейміз, қайтадан июі қанғанша жарты сағат қоямыз. Яғни 1 сағаттай қамыр демалуы керек. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегін барлығын описание жазып қойдым. Бірінші пиязды осылай төртбұрышта барлығын турап аламыз. Біріктіреміз. Кейін картопты да, асқабақты да дәл солай турап аламыз. Міне, барлығын турап салып алдық. Енді кезекте дәмдеуіштер саламыз. Яғни тұз, бұрыш, және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуішті қоссаңыз болады. Міне, массамыз дайын. Осылай табамызды майлап аламыз, қамырымыз жабысып қалмау үшін. Қамырды мен осылай дөңгелетіп жайып алдым. Менде осындай теңде 2 қамыр шығады. Кейін осының үстіне сұйық майды жағамыз. 1 келкі қылып, жұқалап жағып шығыңыз. Салмасын теңде бөлікке бөліп, осылай салып шығамыз. 1 келкі қылып, қамырдың бетіне тегістейміз салмасын. Және де қамырды тең бөлікке бөлеміз, 2-ге бөліп, 2 табаға саламыз. Ораймыз, содан кейін саламыз. Дәл видеодағыдай істесеңіздер болады. Осы кезде мантоварканың астына су құйып, қайната берсеңіз болады. Әзірше біз орап дайындап қойғанша. Міне, осылай ыңғайластырып салып алыңыз. Ендігі кезекте қайнап тұрған суға дайын болған орамамызды 45 минут пісіреміз. Міне, біздің орамамыз дайын болды. Оған сары майды осылай жағып аламыз. Кейін бетіне паприканы сеуіп шығамыз. Барлық мен 4 қаптамасында осылай істеп шықтым. Дәмі деген тіл үйреді. Керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
менің арнамды дамысын десеңіздер, лайк басып өзіңіздің комментарияңызды жаза кетіңіз. Менің видеомды аяғына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Рахмет. Подписаться етуді ұмытпаңыз. Қараңыздар, қандай керемет.